Ата-ана баласының радикал контент көріп жүрген тікелей мойындаудан емес, көбіне жанама белгілерден байқай алады. Ең жиі кездесетін белгілерін қысқаша жүйелеп айтсам. Біріншісі, мінез құлқындағы өзгерістер. Бұрын қызығушылық танытқан нәрселерінен алыстай бастайды. Тез ашуланшақ, тұйықталып, немесе шамадан тыс агрессивті болады. Біздікі дұрыс, олардікі адасушылар деп бөлінетін қатаң пікірлер айта бастайды. Екінші, интернет пен телефонға қатысты белгілер. Телефонды, компьютерді қатты жасырады, парольді жиі ауыстырады. Белгісіз жабық чаттарда аноним каналдарға ұзақ отырады. Кей видеоларда парақшаларды ата-анадан әдейі жасырады. Сөздік қоры мен ойлау стиліндегі өзгерістер пайда болады. Радикал топтарға тән терминді қолдана бастайды, мемлекеттік қоғамдық заңдылықтарына қарсы айыптаушы сөздер айтады. Төртінші, отбасынан, достарынан және дәстүрлі қоғамнан біртіндеп оқшаулана бастайды. Сонымен, ата-ана бала үшін не істей алады? Тыйым салудан бұрын диалог, яғни кінәламай тыңдап көру. Сен не көріп жүрсің емес, сені не қызықтырады деп сұрау. Медиа мен діни сауаттылықты бірге дамыту. Мектеп психологы, дінтанушы, теолог және сенімді мамандармен кеңесу. Ең бастысы, бала өзін түсінетін адам бар екенін сезінуі. Сол кезде ол күмәнді ақпараттан гөрі ата-анамен ашық сөйлесуді таңдайды.